Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз осындай крем-чизді кремі бар капкейктер әзірлейміз. Ең алдымен жұмыртқаны шамалы миксерлеп аламыз. Сосын қантты қосамыз. Массамыз бір келкі болып қанты еріп ағарғанша дейін миксерлейміз. Қаймақты қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Сұйық майды қосамыз және тағы да араластырамыз. Қопсытқышты қосамыз және тағы да араластырамыз. Енді ұнды енгізіп, бір келкі масса болғанша миксерлейміз. Бір келкі масса болған қамырымызды формаларға құямыз. Енді капкейктерімізді духовкада 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Капкейктеріміз дайын болды. Енді толықтай суығанша күтеміз. Енді крем-чиз әзірлейміз. Творожный сырға ұнтақ қантты қосып, шамалы қасықпен араластырып аламыз. Сонда миксерлеген кезде ұнтақ қант ұшпайды. Творожный сыр міндетті түрде салқын болу керек. Енді бір келкі масса болғанша миксерлейміз. Енді кілегейімізді енгіземіз. Кілегей ең аз дегенде тоңазытқышта 8 сағат тұру керек. Өте салқын болу керек. Кремімізді крем қалпын сақтағанша дейін миксерлейміз. Одан артық миксерлеуге болмайды. Крем іріп кетеді.
Енді кремді кондитерлік қапқа саламыз. Кремнің жартысын осы қапшыққа салдым. Бұл ақ түсті крем болады. Ал екінші қапшықтағы крем шет-шеті қызғылт түске боялу қажет. Сондықтан ас бояғышты осылай қапшықтың ішіне әр жерден шамалдап жағып шығамыз. Сосын ішіне кремді саламыз. Капкейктердің үстіне кремді өзімізге ұнаған формада жағып шығамыз. Мінекей достар, бізде өте дәмді және өте әдемі капкейктер шықты. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Эрика. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.